Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Сіздерге қорамен таныстырайын деп отырмын сіздерді. Осы соңғы бір айдың ішінде салған қорам. Ал кеттік, жайғасып отырып алыңыздар. Ой пікірлеріңізді пікірге қалдырып жазып кетіңіздер. Ал кеттік онда. Лайк, пікір және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Міне достар, бұл бұрын салынған ескі қора, баз, яғни бұл баз 1996 жылы салынған. Әкем өзі жалғыз жүріп әйтеуір достарымен жүріп салған баз болатын. Соның ішіндегі қой қора бұл. Қыста тұратын қойдың қорасы. Осы жерде бөлдім. Мына жақ ұзындығы 6 метр, ары қаратай 5,5 метр. Міне мына бергі жақтан бөлдім осылайнан. 4 жерден қара қағып, мынандай талдармен, қайыңдармен осылай бөліп, мына жерден ескі салып. Достар, мына жерде байлап отырған бұқан бар. Черный. Міне. Бұйырса бір қанша күн бақ баттысын, 20 күннен асып қалды ау деймін. Бір жақ аяқ ақсақ. Ар жақ аяқ ақсақ. Сіңірден кеткен ба, бұқа сүзген ба, бір бәле сондай. Жарықта дұрыс көрінбей тұр. Ойнап тұр тұра, ойнап. Семірет шығар деген үміттеміз. Осылай достар, бұның асты қорда болған, қордан өзін бір 10 күн шығартып қойдым мына жерді. Дізелден асып кетеді қорданың биіктігі. Мына астына бәріне қаңылтырға қорды үтпетін еғіп жасап қойдым. Ішіне салафан. Мына жерден бұрыштан есік, табалдырық деген сияқты мінекей. Байнан кіресін. Үстіне де, астына да, жанына да салафанды қағып тастадым. Енді бұқа байлап жүрген, ат көрмен айналып жүрген жігіттердің айтуынша астық болып кетеді деп жатыр. Енді жағдайға қарай көреміз. Байнан оңай, ашылып жабылуы. Мына жерде терезе бар, күн түсіп тұрады мына жерден. Яғни семіртетін малға күн жарық сәулесі түсу керек, себебі одан D витамин алады. Осындай осы жерден боғын алып шығара берем. Қораның биіктігі 3 метр. Яғни биіктеу болу керек деп айтты. Жаңағыдай мамандар ауаға алмасып тұру үшін деген сияқты. Мына жағы салафан. Бұл салафан теплицаға арналған салафан екен. Сондай салафаннан алдым. 100 ба 120 ма микро бірдеңе қалыңдық. Бұның оң терісі деген әңгіме болады екен. Оңынан жаппасаң күн керісінше, яғни ыстықты жіберіп қояды екен. Суық жағынан суық жіберіп қояды екен. Общем, жазуын сыртына қаратып салдым. Осындай көк салафаннан салды. 7 метр салафан алдым. Талдықорғанда мұқырдан алдым бұны. Ені 12 метр, ұзындығы 7 метрден алдым. 1 метрін 2,5 мың теңгеден алдым. Ошын бір 10 жылға дейін шыдай береді екен. Күннің астында тұрса да. Сондай, және де мына жерге ақыр салдым мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай мына жағы 60 сантиметр, мына жағы 50 сантиметр. Яғни, мына полдан 50 сантиметр аралықта бұқалар, яғни эксперт мамандардың айтуы бойынша қатты еңкеймеу керек екен бұқа. Мына аралық болса, бұқаның мына ақырдың түбіне дейін 30 сантиметр. Мына жерді құйып қойдым, кеуіп жатыр. Яғни достар, менде бір қателік болып қалды. Мына жаққа немесе мына жаққа цемент аздау қосып жібердім. Көбірек қосыңыздар, көбірек гладкий болып, көбірек қостым, гладкий болып шықты әдемі болып. Және де мына жердегі мына ара қашықтық биіктігі 50 сантиметр. Бұқалар мойны тұрады. Яғни шөпті шашпай жейді сол кезде. Мына жақта әдейілеп кеңірек қалдым. Шөп жем салуға ыңғайлы болсын деген оймен. Ерге жемді шөпті әкеп беріп қоямын. Так, сондай мына жақта да әдейі ашық қалдырдым. Ары бері жүріп тұруға. Мына жақтан боғын әкеп терезеден лақтырып жіберетіндей. Терезеден лақтырамыз. Терезеден лақтырылған боқ мына қойдың астына түседі. Қойдың астына түсіп, сонымен қи болып кете береді деген ой. Жұмыс адам күші аз болу үшін. Және де мына жаққа да стяжка құйып тастадым мінекей.
достар, мына жерге де бұл да кеуіп қатып қалды. Яғни боғын шығаруға оңай болсын деп. Ал енді мына жерде айта кететін жағдай тағы да бұқаның арасын 80-90 сантиметр қойдым. Сондайдан қалдырдым. Мына ішіне арматура жіберіп, мына стойкалармен жерге қағып орнатып тастадым. Так, енді полға келетін болсақ, полдың жағдайы мынандай. Қайыңдарды әкелдім де кесіп, соларды астына 3 тақтай ұзын 3 қайың жіберіп, соған қатар-қатар шегелеп, ағашпенен, жаңа балтаменен дүзеп қойдым, типа түзегендей болып. Сондай болды ол тақтайдың полдың әңгімесі. Және мына жақтағы қалған құтақ, қалған анау-мынау тақтайлармен әйтеуір жаптық бұнда. Солай. Енді әңгімеден әңгіме, бір кісілердің айтуы бойынша әйтеуір. Содан әйтеуір әңгімеден әңгіме, бір кісілердің айтуы бойынша. Бұқа мынандай кідір-кідірдің үстіне жатса, жақсы салмақ жинайды деген сыбыс бар екен. Бұл жаңағыдай дүнген ұйғыр бауырлардың ағайындар сөйтіп байлайды деп естідім. Бұл алып қашып әңгіме. Бұл нақты шын рас екенін білмеймін. Соны білу үшін әдейлеп осылай салдым, мына жаққа тегіс салдым. Енді бір мамандардың айтуы бойынша, яғни бұқа деген семіру үшін мол стресс болмау керек дейді, стресс. Жататын жер жайлы болу керек дейді. Оны да міне көреміз. Енді тәжірибеден өткіземіз. Мына жерде 6 бас сиыр бұқа қанша сияды. Бұйырса 6 басты кіргізейін деп жатырмын. Оны кіргізген соң тағы да жем анау-мынау тағы да көрсететін боламын онда. Солай достар, жалпы қораның құрылысы осындай. Мына жерге 4 мөшек цемент кетті ақырға. 5 мөшек цемент кетті, 5 мөшек кетті ар жағына кішкентай су. Барлығы общем 5 мөшек цементтен жасалған дүние. 5 мөшек цементіміз 10 мың теңге ма? 10 мың теңге, 2 мыңнан грубо есептейтін болсақ 10 мың теңге. Мына салафандарды 17 мың теңге алдым. Және тақтайлар алдым. Тақтай жоқ бізден дүзу салафанға бұны арзан тақтай деп 7 мың теңге алдым. Сонда 17, арзанда 24 мың, жайдан 25 мың деш. 25 мың, 10 мың бар, сонымен 35 мың. 35 мың темірлер өзімізден, анда-мұндан қорадан алған темірлер 35 мыңға салынған қора деп айтуға болады былайша айтқан кезде. Яғни таза кеткен шығын, шегелері бар, анау-мынау бар. Общем, грубо 40 мың деп айтсақ болады. 40 мыңға салынған қора десек болады. Адам күші өзімізден 40 мыңға салынған қора. Былайша айтқанда 6 басқа. Енді Құдай бұйыртып, осының жемісін қызығын көруді нәсіп етсін. Өз тайынша бұқаларымды өзім семіртіп, ортақлап сатпақ ниетім бар. Яғни тірідей арзанға сатпай, қымбатырақ бағада сатпақ ниетім бар. Солай достар, ал ендеше маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Комментарий пікірлеріңізді қалдырып жазып кетіңіздер. Бұқа байлап жүрсеңіздер, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қалай қораның жағдайы, жақсы жағдайы қалай, жаман жері қайсысы айтыңыздар. Қай жер дұрыс емес, қай жер дұрыс салынды, оны да жазып кетіңіздер. Сіздерге міндетті түрде жауап берем. Барлықтарыңызға рахмет. Бізде міне тауға қар жауып кетті. 25 октябрь бүгін. 24 октябрь. Үйірсеңді ертеңнен бастап бұларды ордаққа қоямын бұқаларды. Бұқалар мен сиырлар мына жақта. Таңдап, екі үлкен бұқам бар, қалғандары екі бас 2,5 жасар, қалғандары 1,5 жасар. Дәл ордаққа қоям бұйырса. Сәттілік баршаңызға. Давайте онда. Міне достар, бұқаларымды кіргізіп жатырмын. Бұл жерде 2 той бұқа. Қалғандай жағдайлары. Бүгін әрендегендерді байлап, жем беріп алдап жүріп кіргіздім. Міне ақырып қойдым. Міне 3-ші бұқа. 3 бұқа, мергенде 2 бұқа сияды. 2 бұқа келеді, ана жаққа. Тағы да 2 дәу бұқаның ортасына біреу келеді, оған сыймай қалды 2 дәу бұқаны. Осылай міне. Енді мына жерге мынандай су жасап жатырмын. Мынаның ішіне біраз су кетеді, есептеп көрем. Таңертең су бергенге осы жерден бөшкеден жемді неге қоқып қойдым. Енді
Осы қатарға шөпті де әкеп қойып қоямын. Жұмыс күшін азайту үшін. Міне осылайынан. Жағдайлы енді екеуін кіргізем. Қашып кетті біреусі. Бізде далада. Дала деген қар суып кетті. Міне қар жауып кетті екен сырттан көстім. Қар жауып тастады. Қыстың алғашқы күндері кетті. Жер ана жатырсың оятпақ болып, жатарсың сәуірге дейін қақпақ болып. Түнде кәдімгідей боран болды, боран. Боран, алай дүлей, қар. Әппақ, дым көрінбейді. Аяз, судың бәрі қатып қалған мұз болып. Бүгін міне еріп жатыр күнгейлер. Елден ашылып кетеміз. Судегі мұз болып қалып қандай. Аяз. Солай достар. Келесі кезекті видеода бұқалар жайлы айтатын боламын. Лайк басып, пікір жазып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Сіздерге рахмет. Достар, бізде міне ақ боран. Речка сүйініп қатқанмен құлақ қапты, соны іздеп жүр.